Қалбүбі анамыздың жарқын бейнесі жүрегімізде мәңгі сақталады. Ол бізге өмір сыйлаған, мейіріммен бәрімізді жылытқан асыл жан еді. 90 жыл тұтас бір дәуір. Осы жылдардың ішінде ол көпті көрді, көпке қамқор болды. Балаларына ардақты ана, немерелеріне мейірімді әже, шөберелеріне ақылшы, тілекші болды. Оның ақылы, сабыры, жылы сөзі біздің өмірімізге жол көрсеткен шамшырақ еді. Бүгін біз оны сағынышпен еске аламыз. Жүрегімізде оның мейірімі, тәрбиесі, айтқан ақыл өсиеті мәңгі сақталады. Жанымыз жанатта болсын, аяулы анамыз, асыл әжеміз. Сіз біздің жүрегімізде әрқашан тірісіз. Өмір кең ой, аңсап туып ой, асық өскен ау, дүниеге адам қонақ. Шіркін-ай, түнеп көш Ер туып ел қорғаған-ай, ата бабаң бұл күнден-ай ізау жатыр. Дүние-ай тозаң өш Әр жүрген сәтімді менің жаңылмай жаттап алған, көңілі кіршіксіз таза жаралған аппақ ардан. Кім биік, кім қымбат адам, ол өзін асыланан. Өшпейді сәбилік сезім, мен оны жасыра алман. Ақ сүтің ақталмай жатса, кешірші кешір ана. Ақ сүтің ақталмай жатса, кешірші кешір ана.
кешір ана, ақсытың ақталмай жатса, кешірші кешір ана. Ақсытың ақталмай жатса, кешірші кешір ана. Мен Әшімет қызы Қалбыбы Айтенова деген. Жасым 88-де. 40 жыл ұстаз болғам. Сол ұстаз болардың алдында, соғыс бітпей тұрған уақытта, оқып жүрген уақымда жұмыс істеп, сол үшін маған мына Путиннің берген медалі бар. Содан кейін 10 баланың ардақтысы етіп, алтын алқам бар. Құдай тауба, солардың арқасында мен ешқандай қартаймаған адамдай ұзақ өмір сүргім келсе, айтар кеңесім, кейінгі жастарыма айтар кеңесім, егер ұзақ өмір сүргім келсе, гимнастикамен айланыңыз. Мен басымнан төмен қарай гимнастикамен бағана көрсеттім ғой, сонымен айланыңыз. Сонда сендердің Құдай қаласа Алла берген жастарың ұзақ болар ғой деген үмітім бар. Оның кейін кітап жазам, және өз өмір баянымды жазам. Кітап оқимын, ашқисызда кітап оқимын, телевизор көрем, бәрін көрем. Сондықтан сіздерге осы кеңесімді айтуға бекіндім. Рахмет, сендер менің кеңесімді тыңдасаңдар, осылай сендер де жақсылыққа жетесіңдер деген ойдамын.